Жұмыртқаға қант салып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Кейіннен 5 ас қасық сұйық май құямыз. Тағы да миксерлейміз. Ұнға 1 қасық қопсытқыш салып біріктіреміз. Сұйық массамызға аз-аздан ұн салып миксерлейміз. Ыдысымызға май жағып аламыз. Массаның қоюлылығы осындай болу керек. Мен пирогқа дәм беру үшін шоколад қостым. Бұны салу қажет емес. Сіздер варенье немесе шоколад қосуларыңызға да болады. Әркімнің өз қалауынша. 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Сироп дайындаймыз. Қант, май, какао, су барлығын араластырып, отта қайнатамыз. Пирогты ыдысымыздан босатып, суытамыз. Кейін ағаш таяқшамен тесіп, сиропты ыстық, жылы кезде құямыз. Бетін әсемдеу үшін жаңғақтарды немесе шоколадты құйсаңыздар болады. Пирог өте жұмсақ, дәмді болып шықты.